Пушкин, Крылов, Лермонтов өнер бастауындағы өнер көзмеді. Оларда болған әдебиет ерекшелігі қазақта да болсын деп аудармаға бет бұрдым. Біле білген адамға мысал өлең, нағыз өнеген мен тәлімнің айнасы десең болады. Тойған есек шөпті отап маңайдағы, алыстап шатқа кетті қай-қайдағы. Тентіреп, өркен өрлеп келе жатқан, жолықты бір бұлбұлға тоғайдағы. Сәлем бұлбұл, осы сені орманның ақын бұлбұл деп бәрі мақтайды. Аттыңа жұрт мақтаған, құмартып жүредім. Кәне, көз алдында бір сайыр ашып. Жұрттың айтып жүрген сөзі рас па жоқ па, бір сынайын. Бұлбұл болды тосып тұр есек сөзін, есек жерге қаратып екі көзін. Я, бұлбұл, сені тыңдаса іш піспайтыны рас екен. Сен бірақ та әтешті қалай ән салатынын білмейді екенсің. Ән салуға епті болсан да, әтештен қалай ән салу керектігін үйрен. Бұл сықылды сыншының сөзін естіп, көз көрмеске бұлбұлда ұшып кетті. Демеймін жұрт мақтасын, я жақсын, я жақпасын. Сөйтсе де мұндай сыншыдан Құдайым бізді сақтасын. Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып көл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Құмырсқаны іздеп табады, селкілдеп келіп жығылды, аяғына бас ұрап. Қарағым, құмырсқа, өзім ашпын, жалаңашпын. Жылыт мені тамақ бер, жас шыққанша асыра. Мынау жаным сөз емес, жазу терім білмекпен. Жаным үшін не шаруа, ала жаздай қылмақпен. Мен өзіндей шаруашыл, жұмсақ илеме. Көгалды қуып ән салып, өлеңне қолым тиді ме? Қайтсын қолы тимепті, өлеңші әнші десеер, ала жаздай ән салсын, селкітте деп біле бер. Бір түйір ірімшікті тауып алып, ағашқа қарға қонды ұшып барып, тоқсанап ірімшікті көңіліне, жей қоймай отыр еді ойға қалып. Қарағым, неткен сұлу ем, неткен мойын, неткен көз, осыдан артық дейсің бе? Ертегі қылып айтқан сөз. Қалайша біткен япырмай, мұрныңыз бен жүніңіз. Періштенің үніндей деп ойлаймын үніңіз. Осы көрікпен бұл жүнмен әншілігін белгілі. Яумай қалқан бір сайра, біз алалық үлгіні. Құс төресі біздерге, сіз боласыз бір күні. Басайын алды қарғаның, сұмның айтқан сөзіне, қуанғаннан шаттанып, бір мастық кірді өзіне. Іс бітті, қу кетті. Мысалдан үлгі алатын өнеге көп, Абайдың ойларында ақиқат көп. Шегіртке, есек, емен қылықтарын бойымыздан аластатсақ ғибрат та көп.